Видео басталмастан бұрын мен сендерге Қазақ баласы деген каналды ұсынғым келіп тұр. Бұл канал өте топовый канал. Бүгінгі видеода осы канал туралы болады. Осы каналдың адамы туралы болады. Давайте осы каналды 2000-ға жеткізіп тастайық. 2000 подписчикқа аз ғана қалды. Жеткізіп тастайық. Мені қазір тоқтай тұрыңыздар. Мені подписаться деген кнопканы басып, колокольчикті басып кетейік. Бәріңіз сөйтіп істеңіздер. Және де комментарияға Имани Қазақтан келдім деп жазып кетіңіздер. Давайте қолдап кетейік. Ал біз өзіміздің видеомызға кеттік. Бәріне сәлем достар. Сендермен бірге Имани Қазақ. Имани Қазақ және бүгін достар. Бүгін мен Қазақ баласыдан интервью алдым. Қазақ баласыдан интервью алдым. Қазақ баласы кім десеңіздер, ол мынау. Later, 2 hours later, 3 hours later. Can you move along? I'm all out of time card. Я, достар, мен оған сұрақтар қойдым. Қазақ баласына, достар. Мен одан интервью алдым, қысқаша айтқанда. Енді соны өздеріңіз еститін боласыздар. Оқыңыздар. Бірінші сұрақ. Сенде 1 миллион подписчик болса не істер едің, дедім. Екінші сұрақ. Сен мысалы холдингтармен, танымалдармен ойнасаң не істейсің, дедім. Ал үшінші сұрақ. ютубтағы басты мақсатың, дедім. Төртінші сұрақ. Ең жек көретін адамың, деп айттым. Бесінші сұрақ. Сен кімді қолдайсың, дедім. Алтыншы сұрақ. Сен қайсысын таңдайсың? Brawl Stars немесе 5 қызықты ойындарды, дедім. Жетінші сұрақ. Сен мектепте 2 алып көрдің бе? Көрсең қалай алдың, деп сұрадым. Сегізінші сұрақ. Саған қайсысы маңызды, дедім. YouTube немесе ВК, дедім. YouTube или ВК, дедім. Тоғызыншы сұрақ. Сен Brawl Stars'ты қашан тастайсың, деп сұрадым. 10-шы сұрақ. Сен YouTube'ды тастайсың ба, дедім. Міне жауап береді енді. Міне өздеріңіз тыңдаңыздар. Бірінші сұрақ. 1 миллион подписчик болса не істер едің, дейді. Ештеңе істемеймін, жай ғана YouTube'ымды дамытып, ары қарай жалғастыра беремін. 2. Сен мысалы холдингтармен, танымалдармен ойнасаң не істейсің? Сол ойнаған әдем каткаларды YouTube'ға салам. 3. YouTube'тағы басты мақсатың. YouTube'тағы басты мақсатым 1 миллион подписчикке жетіп, қазақ YouTube'ын дамыту. 4. Ең жек көретін адамың, дейді. Менің жек көретін адамым жоқ. 5. Сен кімді қолдайсың, дейді. Қалай сонда? Аллах тағала болды. 6. Сен қайсысын таңдайсың? Brawl Stars немесе 5 ең қызықты ойындар? Әрине Brawl Stars. 7. Сен мектепте 2 алып көрдің бе? Көрсең қалай алдың? Әрине 2 алып көрдім. Қалай алғаным есімде емес. 8. Саған қайсысы маңызды? YouTube или ВК? Әрине YouTube. 9-шы сұрақ. Сен Brawl Stars'ты қазан тастайсың, дейді. Brawl Stars өзі YouTube'дан ешкім көрмей бастайды ғой. Қызық емес болып. Сол кезде тастаймын. Және достар, соңғы жауабы міне. Сен YouTube'да тастайсың ба? Егер ары қарай дамып кетсем, дамып жатсам, әрине тастамаймын. Егер белсенділік түсіп, активность болмай кетсе, онда тастауға тура келеді. Ал міне достар, қазақ баласыдан алған интервьюм қалай екен? Жақсы болса, комментарияға осы жерде дейін көріп атсаңыздар, комментарияға қазақ баласы топ, оны қолдаймын деп жазып кете салыңыздар. Өйткені бұл қазақ баласы, енді мен одан интервью алатырмын, бұл өте танымал, Brawl Stars'тан топ игроктардың бірі Қазақстан бойынша. Ал енді достар, видео аяқталады. Бәрін менің каналыма подписаться етіп, лайк басып кетіңіздер. Ал бәріне пока.